Совет заманында не керек еді? Тек шаруашылық басшылары ғана керек еді. Біздің Қазақстанда тәуелсіздік алғаннан бастап осы үрдіс, осы бір жаман әдет әлі жалғасып келе жатыр. Мемлекетімізді басқарып отырған басшыларымыз, әсіресе сала-саланың тізгініне ие болып отырған министрлеріміз өз саласының шаруашылығын қалай жүргізу керектігін өте жақсы біледі. Бірақ мемлекеттік құрылысты жетілдірудің, мемлекеттік құрылыс аясындағы ұлттың төлтумалығын сақтап қалудың, жаһанданудың ұлы көпірінде ұлтқа араша түсудің тетіктерін мүлде білмейді. Бұлайша айтқанда мемлекеттік тұлғалар емес, шаруашылық тұлғалар ғана. Совет замандағы негізгі ұстаным болған құйтырқы әдет қанымызға кіріп, бізден әлі күнге дейін сүйретіліп қалмай келе жатыр. Біз әлі күнге дейін министрлерімізді өзінің шаруашылық саласын жақсы білген үшін, экономиканы дұрыс дөңгелеткен үшін, ақшаны жақсы есептей алған үшін ғана қоямыз. Бірінші басымдық қасиетті соған береміз. Ұлттық намысы, рухы бар ма? Ұлт тарихын, салт санасын, дәстүр ғұрпын біле ме? Міне осындай критерийлер жетіспейді. Біздің министрлеріміздің 90% елім-айынын білмейді. Бұл символды мысал. Елім-айынын білмеу, ұлтты білмеу. Өкінішке орай бізде осы бір талғамсыз дәстүр. Ел тағдырын сеніп тапсыратын азаматтарға қатысты мүлде ескерілмей келе жатыр.